Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі сіздерге қазіргі таңда бәрі уже огородтарын егіп, бау-бақшаларын егіп күтіп жатыр. Енді сіздерге көрсетейін деп жатқаным, біздерде көп проблемалардың бірі бізде менде тіла. Сол тіланы құтылу мақсатында сіздермен бірге жасайын деп тұрмын. Оны мен әзірге қалай болатынын білмеймін. Сол себептен сіздермен бірге бөлісіп, және әрі қарай қалай болатынын, қандай нәтиже көрсетілетінін сіздермен бөлісейін деп тұрмын. Алдарыңызда міне қарап тұрсаңыздар, кішкентай құмырсқалар, бұл құмырсқалар өседі, өте үлкен болып өседі. Мына қазіргі кезде бала құмырсқалар түрлері өте жылдам қозғалады. Және де уже бастап талданбаса бәрі мініп жатыр. Яғни бұлар сол тіләні таситын құмырсқалардың балдары. Ендігі кезекте мен осыларды құтылу үшін бір жаңағыдай сізде алып жүрейін. Мындай синтепонды білесіздер. Сондай синтепонды алдым арнайы. Міне бұл синтепонды қалай істеймін, қалай қолданамын, сіздерге көрсететін боламын. Синтепон бұл кәдімгі мақта сияқты емес. Көріп тұрсаңыздар, ана арасына кіріп кетуге болады. Яғни мен көріп тұрсаңыздар, міне кіріп кетуге болады. Бұл 1 қабат, міне 2 қабат, 4 қабатқа шектелген. Осыны мен каждый жеріне орап шығамын. Яғни каждый талдың мынандай жеріне орап шығамын, яғни жүретін жеріне орап шығамын. Сосын барып, ол жерге түскен кезде жер мен ортада мақтаның арасында қыстырылып қалу керек. Солай жасап көрейін деп жатырмын. Сіздермен және де бөлісетін боламын. Ең бірінші әрине осыны көлемде қылып, кішкене қалыңдау қылып кесіп аламыз. Так, міне қараңыздар, бұл енді біздерде қазір қарауымыз керек. Астына түсіп тұр ма, бұлар түсіп тұрған жоқ па? Кейбірлері астына түсіп тұр, тасып тұр, иә. Енді бұл мақтаны жайлап ораймыз. Міне әзірге осылай орап қойдым. Көреміз қалай не істейді екен. Қазір қарап жатырмық, міне. Не істейді екен. Міне қараңыздар, көрдіңіздер ма? Өте ала ма екен? Негізі арасына қыстырып қалу керек. Міне көрдіңіздер ма, уже әрі қарай өте алмай қалып тұр да, не істерлерін білмей жатыр. Қараңыздар. Біреуі кішкене жеңіп өтіп келе жатыр. Көрдіңіздер ма, асталы түсе алмай қалады. Үстеулерін істемей қалу керек, қазір көреміз. Шыға алмай қалу керек. Міне, енді үст жақтарын түсіріп тастауым керек болып тұр. Міне қаптап кетті, бәрі көрдіңіздер ғой, иә? Жандар қыдырып жатыр, не істерін білмей. Құмырсқа көп, қанша деймін, қараңыздар. Не істерлерін білмей жатыр енді. Бақылап көреміз, сіздермен бірге бөлісетін боламын. Осылай лайфхакты сіздерде жасап көріңіздер. Міне қараңыздар. Қаптап кетті, не істерін білмей жатыр. Қараңыздар, қаптап кетті, не істерін білмей. Міне шамалы уақыт өткеннен кейін, міне қараңыздар, үстіндегілерде уже арасы қыстырылып қалды. Астындағылар шыға алмай, міне жынданып жатыр. Көріп тұрсаңыздар, міне тірілері бармай тұрғанда бар да, барғандар міне қыстырылып шыға алмай жатыр. Көріп тұрсаңыздар. Бір жағынан жақсы, себебі талдымызды ешқандай зақымдамай, улы нәрсемен уламаймыз. Міне көріп тұрсаңыздар, міне жақында көрсетейік. Қараңыздар. Осылай істеп көріңіздер. Айтпақшы, мен конкурстарда өткізген болатынмын. Соның ішінде жеңімпазымыз бізде Ероха Ерболатов деген болатын. Сол көріп тұрсаңыз, міндетті түрде хабарласыңыз. Себебі 5 күннен кейін шықпасаңыз, WhatsApp-қа жазбасаңыз, басқа адамды ойнатуға мәжбүр боламын. Себебі конкурсты ойнатқасын отқан адам болған жақсы. Ероха Ерболатов, егер көріп тұрсаңыз, міндетті түрде WhatsApp-қа жазыңыз. Және де тұқымдарға әлі тапсыр скидка жүріп жатыр, талдарға скидка жүріп жатыр. Міндетті түрде WhatsApp-қа жазыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы сілімдерде сіздерге көп деген видеоларды көрсететін боламын. Жақынырақ қараңыздар, міне ловушка құмырсқаларға, міне қараңыздар. Тіләні астыға түсіре алмайды, көтере алмайды, міне осылай барлығы шашап кетіп қалатын болады.